100 түтіні бар бір қазақ ауылына жазғы тұрым шүйкедей қара кемпір көшіп келеді. Жасы 70-тен асқан. Өңі қара торы. Көзі суықтау адам. Ешкім танымайды. Бірақ кім екенін сұрасаң, осы ауылдың тумасымын. Қалада тұрдым, енді туған жерге қайттым дейді. Ауыл халқы ақ көміл ғой. Бірі сүт әкеледі, бірі отын. Бір-екі апта ішінде кемпір нағыз ауыл адамына айналып шыға келеді. Қараусыз үйді реттеп, сиыр мен қой ұстап, тауыққа дейін бағады. Ешкім оны бөтен көрмей, тіпті шал кемпірлер құрбы таптық, жастар әжеміз болады деп қуанып жүреді. Бірақ 3 ай өтпей жатып, ауылға түсініксіз дерт жабылады. Бірінші кезекте 40-тағы қайратты жігіттер ауыра бастайды. Бірі белін ұстап қалады, бірі төсектен тұра алмай қалады. Жастайынан күреске қатысқан бура жыққан балуандар күннен күнге шөгіп, кеуіп бара жатады. Артынша шал кемпірлер ақылынан адаса бастайды. Көбі не сөйлей алмайды, не танымай қалады. Қысқасы, ауылдың ең мықты деген адамдары көз алдыда семе бастайды. Мектепте мұғалім жоқ, совхозда жұмыс күші жоқ. Адам азайған сайын уайым көбейеді. Бір айда 5-6 адам, келесі айда 10 шақты кісі қайтыс болады. Ауыл мүлдем басқаша күйге түседі. Бұрын таңын әнмен қарсы алатын ауыл, қазір тыныштықтан тұншығатын күйге түскен. Дәл осы кезде 3-4 ай бұрын қалаға көшіп кеткен пошташы қайта пайда болады. Бірақ ол жаяу емес. Аңшылар артелмен бірге жүр. Және совхоз бастығымен құпия кездеседі. Екеуі ауылдан тыс жерде кездесіп, поштальон ашылып айта бастайды. Бірінші күдігім әлі ешкім ауырмай тұрған кезде басталды, дейді ол. Кемпірдің пенсиясын апарғам. Қарасам 350 сом. Бұл қарапайым зейнеткердің пенсиясы емес. Бұл кезінде жақсы қызметте болған зейнеткерлер ғана алатын сома. Сонша пенсия алатын адам қаладан бұл ауылға не үшін келеді? Екінші рет барғанда жеңіс күніне берілетін сыйлықты апарғам. Есігі ашық тұр екен. Кіріп барсам, кемпір үстелден бірдеңелерді тез жинап жатыр. Бір бума фото шашылып қалды. Қарасам, бәрі бір солдаттың фотосы. Қатты шошыдым. Кемпір маған басқаша қарады. Бұрынғы момын бейне жоқ. Жынданған адамның көзі. Сол күннен бастап ауыртпалық басталды. Мен дереу сізге хат жазып, өзім қаладағы ағама кетіп қалдым. Бірақ ауылдың жағдайы мені тыныш қоймады. Сол себепті аңшылармен бірге келіп ауыл сыртынан бақылап жүрмін. Совхоз директоры таңырқап, шынымен солдаттың фотосы деді ме? Менде бір-екі адамның үйде бір солдаттың суреті пайда болыпты. Қайдан келгені белгісіз деп жүргенін естігем. Мән бермеппін дейді. Таң ата екеуі ауылға қайтып келіп дабыл береді. Халық жиналады. Поштальон мен бастық болған жағдайда бүле шүгесіне дейін айтып береді. Соғақ екен. Жұрт жаппай үйлерін ақтара бастайды. Және расымен де көп үйлердің қабырғасында ескі фотолардың, портреттердің артына қыстырылған бір солдаттың фотосы табылады. Қарапайым әскери киімдегі солдат. Қаңқаларлығы. Сол фото ілулі тұрған үйдің адамы міндетті түрде ауырыпты. Ашуға мінген ауыл халқы қара кемпірдің үйіне лап қояды. Бірақ кемпір үйінде жоқ. Дәл сол түн қашып кеткен екен. 3-4 күн өткен соң кемпірдің денесі далада үсіп өлген күйінде табылады. Ал кейін анықталған жайт бүкіл ауылды шоштады. Әлгі қара кемпір осы ауылдың бұрынғы тұрғын екен. Соғыста кезінде бұл ауылдан соғысқа аттанған адамдардан кек бір-ақ адам қаза тауып қалған адамдар түгел аман оралған екен. Соғыстан қайтпаған жалғыз солдат осы кемпірдің ұлы екен. Бұл жағдайды кемпір көтере алмай, жынданып кетіп облыстық жеке аурулар ауруханасына түсіпті. Кейін жазылып, қалада табысты қызмет атқарып, зейнетке шыққан. Бірақ жүректегі кек өшпепті. Кәрі күнінде қайта ауылға оралып, ішіндегі құсаны шығару үшін сол қарғыс фотоларын қолданған. Мамандар кейін айтты. Өлген адамның фотосы арқылы қарғыс жіберу сығандардың сиқырында бар әдіс екен. Мейлі тірі бол, мейлі өлі. Фотосын біреудің үйіне іліп қойсаң, сол адамға сіңген энергия қона береді. Қара кемпір соны пайдаланған. Ауыл халқы қорыққаннан
кемпірдің үйін өркеп, ауылдағы бүкіл фотоларды жинап, ауыл сыртына өркеп жібереді. Содан кейін барып, ауылдағылар жазылып, шаруалары оңала бастаған екен.